Алматыда ұлттық кітапхана қабырғасында ұлттық мұраға деген қызығушылық қайта жанданып келеді. Мұнда ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының ізімен төте жазуды үйрететін арнайы дәрістер өтіп жатыр. Бұл жай ғана тіл курсы емес, өткен мен бүгінді жалғайтын рухани көпір. Дәріс барысында қатысушылар араб графикасына негізделген қазақтың көне жазу жүйесін меңгеріп, тарихи мәтіндерді түпнұсқада оқуға мүмкіндік алады. Төте жазуды ең бірінші үйрендім. Керек болғаннан кейін үйрендім. Газет журналдарды оқу үшін үйрендім. Ал өзгелерге үйрету себебім бұл білімім артық болғаннан кейін емес, өзім бір іс, яғни газет журналдарды қазір қаріпте түсірілмегенін көріп, өзгелерді осы іске ат салысқанын қалағандықтан үйретудемін. Үйрету деген өзі үлкен дүние, қолымнан келгенше әрекет етудемін. Мүмкін мен білімім аз шығар, бірақ әйтеуір төте жазу үйреніп жатқандар өте көп. Сабақ аптасына бір рет өткізіліп, 2 айға жоспарланған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, курсқа қызығушылық танытқандар саны күн сайын артып келеді. Қатысушылардың арасында студенттерден бастап зерттеушілер мен тіл жанашырларына дейін бар. Бұл курсқа қатысқаныма қаңтар айынан бастап, 22 жылдан бастап қатысып жатырмыз. Маған өте қатты қызық болғаны, әрбір жиындар болатын. Сол кезінде мұғаліміміз айтты, сөйтіп ертаяғымен таныстым. Төте жазу өзіміздің ұлт мұрағатымен танысу арқылы маған өте қызық болды. Төте жазуды оқу арқылы біз мақалаларды аударып жатырмыз. Қазақтың өте қызық, енді ананың ішінде сол заманның атмосферасын өтеміз. Және де сол уақыттағы Ахмет Байтұрсынұлының өзінің ерекше әдістемелерін қазіргі таңдағы педагогикалық бағытымызда қолданып жатырмыз. Бізде де қазір енді әдістемелік сабақтар болады, педагогикалық бағыт болғаннан кейін, одан кейін сондай формат болғаннан кейін керек болады. Және де осы көптеген мағлұматтарды біліп жатырмыз сол замандағы. Бүркеншек есімдер, адамдардың тарихы жайында көп мағлұмат біліп, негізі қызық өте. Мамандардың пікірінше, төте жазуды меңгеру тек әліпбиді үйрену ғана емес, ұлт тарихын тереңірек түсінудің бір жолы. Себебі бұл жазу арқылы сақталған мұра қазақтың рухани қазынасының маңызды бөлігі. 100-ге жуық қатысушы басында қатысты, бірақ нақты сертификат алған 50-ге жетпейді. Өйткені бізде тәртіп бар, арнайы мақсаттар бар. Соған байланысты біз 12 дәрісте барынша жүйелі түрде өткізуге тырыстық. Арасында сол жаңа газет журналдарды аударып, ішінде мақалаларға байланысты мақала жазып жүргендер де бар. Өзінің жұмыстарына пайдаланып жүргендер де бар. Қарапайым бір копирайтер студентім қатысты. Ол мәтін жазуда мысалы үшін төтеше жазады. Өзінің біліктілігін көбейтіп жатыр. Ішінде дәрігерлер де болды, әртүрлі кәсіп иелері де болды, мұғалімдер де болды, оқытушылар да болды. Тіпті ғылымға қатысы жоқ жаңа зейнеттегі офицер апайымыз да қатысты, мысалы үшін. Сондықтан да төте жазуды көбіне барлығы үйреніп жатыр. Ал әркімнің өз мақсаты бар. Біреу үлкен, біреу кіші, әркімнің өз деңгейінде. Айта кетейік, мұндай бастамалар ұлттық құндылықтарды дәріптеп, жас ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Алматыдағы бұл жоба соның айқын дәлелі. Біздегі қазақ газеттерінен алғашқы қазақ газетінің өзі сақтаулы, 2-ші санынан бастап сақтаулы. Журналдарына мәселен Айқап журналы. Айқап журналына биыл 115 жыл. Дәл осы журналдың тарихына байланысты біз көрме дайындағанбыз, Алашты оятқан Айқап деген. Мәселен қарасаңыздар, мына жерде Айқап журналының түпнұсқа сандары сақталған. Білесіздер, Айқаптың тарихын 11-ші жылы Тройц қаласында шыққан. Бұлардың барлығы да түпнұсқа. Ал сонымен қатар Әлихан Бөкейханның 160 жылдығы. Әлихан Бөкейханның біз көрмесін дайындағанбыз. Ол кісінің де түпнұсқа еңбектері, аудармалары, әртүрлі экспедициядағы шыққан мақалаларынан жинақтар сақтаулы. Енді газеттердің бәрін санамалап айтып шықса да болады. Бізде сақталған газеттердің ішіндегі ең құндыларының бірі ол осы еңбекші қазақ, барлығы біледі, бүгін егемен Қазақстан. Ал енді журналдарын айтатын болсақ, Таң, Айқап, Әйел теңдігі, Қызыл Қазақстан, Жаңа мектеп сияқты басылымдар, алғаш қазақ қарлығаштар бізде сақтаулы. Бұлардың бәрі түпнұсқа. Кейбір газет журналдар түпнұсқасы өкінішке орай сақталмағанмен де көшірмелер сақталған. Біз оқырмандармен, ғалымдармен тығыз байланыстамыз, өйткені оларда бар мұра бізде сақталуы қажет. Ендігі мен сіздерге қазір ана шкафтағы каталогтермен таныстырайын. Оқырмандар ыңғайлы болу үшін біз кітаптарды әртүрлі каталогтермен зерттеудеміз. Библиографиялық көрсеткіштер сақталған. Қазақ тілі газеті төте жазумен жазылған. Енді төте жазу оқи алмайтын оқырмандарға біз қалай ұсынамыз қазақ тілін? Оның ұсынудың жолдары жаңағыдай сіздер қатысқан төте жазу курсы біз ұйымдастырып жатқан. Және біз көбіне каталогтар құрастырамыз. Мәселен, мына каталогта біздің сирек қорымызда сақталған баспа кітаптардың тізімі берілген. Қандай кітаптар бар, сипаттамасы берілген.
Ал мына каталогта латын қарпімен шыққан кітаптардың тізімі берілген. Латын қарпімен. Ал мына каталогта парсы тіліндегі кітаптардың каталогы. Біздің сирек қорда қандай парсы тіліндегі кітаптар бар. Және қолжазбалары бар. Бұлардың барлығы да біздің оқырмандарға өте пайдалы, көмекші құрал. Энциклопедиялар бар, библиографиялық көрсеткіштер, әртүрлі қосымша кітаптар да тарихқа байланысты сақталған. Жаңа мысалы газеттерін айтатын болсақ, Ақ жол газеті, Қазақ газетінің қазір қаріпке түскендері, төте жазу оқи алмайтын оқырмандарға біз Кирилл нұсқасын ұсынамыз. Сіздер де оқи алып тұрсыздар. Төте жазу арқылы қазақ тілі тұңғыш рет ғылыми жүйеге түсіп, емле ережелері бекітілді. Бұл өз кезегінде мерзімді басылымдардың, оқулықтар мен көркем әдебиеттің қарқынды дамуына жол ашты. Сонымен қатар төте жазудың геосаяси және мәдени сабақтастық тұрғысынан алар орны бөлек. Ол тек Қазақстан аумағында ғана емес, сонымен бірге Қытай, Моңғолия және басқа да елдердегі қазақ диаспорасының арасында ортақ ақпараттық кеңістікті қалыптастырды. Төте жазу 1912 жылы Ахмет Байтұрсынның әліпби еңбегі шыққаннан кейін оқу құралы дамиды. Латын графикасы 30 жылдары келеді. Сол уақыттан бастап латынша шығады. Шамамен бір 10-15 жыл ғана. Бірақ қазіргі уақытта Қытай қазақтары төте жазумен жазады. Сондықтан төте жазудың тарихы ол терең емес. Бірақ төте жазудың сол 15 жыл болса да қаншама кітап, газет, журналдар төте жазумен шықты. Қорытындылай келе, ұлттық кітапханадағы бұл курс жай ғана оқу емес, бұл ата-баба мұрасымен қауышу, тарихымыздың тамырына қайта үңілу мүмкіндігі. Төте жазуды меңгеру арқылы біз бүгінгі буынды алаш зиялыларының мұрасымен байланыстырып, ұлттық жадымызды жаңғырта түсеміз. Өткенін қадірлеген ұлттың болашағы әрқашан баянды болмақ.